Моғолстан 14 ғасырдың ортасы мен 16 ғасырдың басы. 14 ғасырдың ортасына қарай Шағатай ұлысы ыдырап, Шағатай ұлысының шығыс бөлігі оңтүстік-шығыс Қазақстан мен Қырғызстан аумағында Моғолстан мемлекеті құрылады. Ал ұлыстың келесі бөлігі Мауреннахрдың батысында Әмір Темір мемлекеті құрылды. Моғолстан аталу себебі шығыс деректерде моңғол сөзінің ың әрпі түсіп қалып, моғол немесе Моғолстан сөзі қалыптасып кеткен. Мемлекетті кезінде Шағатай ханға адал қызмет атқарған Дулат тайпасының әмірі Полатшы басқарған. Әмір Полатшы бастаған Дулат ақсүйектері Полатшының хан болуға құқы болмағандықтан өздерін тыңдайтын Шағатай ұрпағы 16 жасар Тоғлық Темірді 1348 жылы Моғолстан ханы етіп сайлайды. Ал негізгі саяси билік осы Әмір Полатшының қолында болады. Әмір Полатшы Моғолстанды Мауреннахрдан біржола бөліп алып, тәуелсіз жеке хандық құруға бар күшін салады. Халқының этникалық құрамы моғол хандығының тағына негізінен шыңғыс тұқымдары мен моңғол ақсүйектері отырған. Әрине, моңғол шапқыншылығы кезінде келген Арлас, Шорас, Калучи сияқты тайпалар алғашқы кезде өздерінің басымдылығын көрсеткенімен, уақыт өткен сайын жергілікті түрік тілдес тайпалар басымдылық алып, моңғолдарды өздеріне сіңіре бастады. Қалғандары шығыс Түркістанға, ұйғырларға қоныс аударып, соларға араласып, өздерінің моңғол атынан мүлде айырылған. Моғолстанның ішкі-сыртқы жағдайы. Мемлекеттің орталығы Алмалық қаласы болды. Дулат тайпасының мұралық лауазымы жоғары ұлыс бегі деген атағын сол қалпында қалдырды. Мұсылман дінін мемлекеттік дін деп жариялады. Мырза Мұхаммед Қайдардың жазуы бойынша бір күнде 160 мың адам ислам дінін қабылдаған. Ханның бұйрығы бойынша дінді қабылдамаған әмірлер мен бектерді өлім жазасына кескен. Тоғлық Темір өзінің сыртқы саясатында 1360-1361 жылдары Мауреннахрға 2 рет сәтті жорық жасап, баласы Ілияс Қожаны Мауреннахрдың хан тағына отырғызып қайтады. Ташкент қаласының маңында 1365 жылы 22 маусымда екі жақтың арасында шешуші батпақ шайқасы болады. Жазба деректердің хабарына қарағанда кескілескен шайқас болған соншалық екі жақтан 10 мыңға жуық адам қырылған. Шайқаста Ілияс Қожа хан жеңіске жетіп, Әмір Темір қашып құтылады. Батпақты жеңісінен кейін моғол ханы Самарқанға қарай аттанып, оны қоршауға алады. Қаланы ұзақ уақыт қоршаудан қалжыраған моңғол әскерлерінің мінісі аттары жамандат індетімен қырыла бастайды. Қаланы алудың мүмкін еместігіне көзі жеткен хан Моғолстанға қайтуға мәжбүр болады. Моғол хандығының әлсіреуі. Моғол хандығы саяси бытыраңқылық жайлап жатқанда Моғолстандағы билікті өз қолына алып, күшейген Әмір Темір енді Моғолстанды жаулауға кіріседі. Алғашқы жорық 1371-1372 жылдары болады. Әмір Темір Моғолстанға 1380-1390 жылдары бірнеше рет жорық жасап, бұл жолғы жорықты жойқындығы соншалық Әмір Темір өзінің балаларының қолындағы әскермен қосқанда 120 мың адаммен аттанады. Ал шығыста 14 ғасырдың батысында ойраттарға шабуыл жасап отырған Дулатидың жазбасына қарағанда Уәйіс хан 10 жыл ішінде қалмақтардың 612 шабуылына тойтарыс берген. Моғолстандағы жағдай 1428 жылы Уәйіс хан қайтыс болғаннан кейін де сол баяғы бытыраңқы күйінде қалады. Хандық билік үшін талас енді Уәйіс ханның балалары Жүніс пен Есенбұға арасында басталады. Таластың нәтижесінде Дулат әмірінің қолдауымен Есенбұға 1433 жылы хан тағына отырады. Бірақ хандық билік үшін талас тоқтамады. Есенбұғаның қаза болуымен Ферғана жерінде Жетікент билік етіп отырған Жүніс дереу Моғолстанға оралып, өзін хан етіп жариялайды. Моғолстан хандығы Жүніс ханның немересі Абдар-Рашид ханның кезінде ыдырай бастайды. 16 ғасырдың басында Моғолстан мемлекеті құлайды. Оның жетісу аймағы Қазақ хандығының құрамына енеді.